Зешикер агрофирмасы қырларында барыс агрегаты қорастынан шыққан күзгі бұдайға ошлама себе. Жилде жетіс техника ортынан көзі ермей. Механизатор Илдар Ганиев барыста 2-ші сезонан ішлей. Тез арада техниканы да өзләштірген, қызметінде яратып башқара. Ошлама кіртебіз витамин аммиагниге, азималарға и неге люцинаға. Камен дарахат, контейнер бар, ері неде, камерада емшақ. Зе агрофирмасы қырларында да үш толы қуатта бара. 2 туман агрегаты ошлама сибуге шыққан. 215 гектарлы күзгі бұдай басу аммиак селитрасы білән тұқландырыла. Агрофирмада барлығы 5499 гектарда күзгі бұдай шешілген. Мұңа қадар 1091 гектар майданда люцерна ошлағаннар. Күзгі культураларының яқшы қышлауына агрономнар өзлері де сүйіне. Күзгі бұдай басуында шейдіз. Бұл басу 215 гектар. Қазір мұнда 2 туман агрегаты аммиачный селитр белән подкорм кышлыйлар. Гектарына 1 центнер исәбеннән. Будайлар бөтенесе яхшы, күздән күчәне үтеп калдылар. Бик яхшы состояниедә барысы даган. Район буенча барлыгы 17455 гектарда уҗым культураларын ошларга кирәк булачак. Бу атнада 3 агрофирмада көзге культураларны тукландыруга киреште. Агрегатлар исә өлгергән басуларга күчә барачак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.